Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қолдан өте дәмді қызыл ірімшік әзірлейміз. Ең алдымен қазанға 5 литр сүтімізді құйып қайнатып аламыз. Сүт қайнаған соң бетіне айранымызды қосып, сүтті ірітіп аламыз. Осылай ірүү қажет. Сүт іріп сары суы бөлектенген соң отты азайтып, қақпағын жауып қайнатамыз. Шамамен 3 сағат өткен соң, суымыз сарғая бастаған соң, үстіне қант қосып, кішкене араластырып, қақпағын жауып, жай отта қайнатамыз. Шамамен 3 сағат өткен соң біздің ірімшігіміз дайын болды. Дайын ірімшікті осылай сүзіп аламыз бірінші. Содан кейін бетіне тәрелке жауып, ауыр бір зат қоямыз, яғни салмағы бар. Бір түнге қойып қоямыз. Мінекей біздің ірімшігіміз дайын болды. Осындай бөліктерге бөліп, әдемілеп тәрелкеге саламыз. Қараңыздар, қандай жұмсақ, өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.